Ата, мына заттардың бәрі ес қой, керек емес сияқты. Асықпа балам. Мынау тіпті сынған екен. Керек емес қой. Ата, қараңызшы, сабы сынған. Бұлғарысы да жыртылған. Бұл ештеге жарамайды. Мен интернеттен жаңа біреуін алып бере аламын. Қамшының құны оның сыртқы түрінде емес, балам. Кейбір нәрселер көзге жай ғана көрінеді, бірақ шын мәнінде олардың артында тұтас өмір жатады. Нанды бер, әйтпесе өзің жаман болады. Бұл менің жалғыз наным. Тоқтандар, кішкентайға қол көтеру ерлік емес. Бұл қаштық! Мынау сенің еңбегің. Ешкім сенің несібеңді тартып алмау керек. Өмірде өз ақыңды қорғай білу керек. Ата, рахмет сізге. Сіз болмасаңыз не істерімді білмедім. Міне, осы да саған. Өзің сақта. Сонда бұл жай қамшы емес пе? Бұл бір естелік қой. Тіпті бір өмірдің белгісі сияқты. Жоқ, балам. Бұл Аманат. әр заттың артында адамның ізі қалады. Сабы сынса да міндеті сынбайды. Әлсізге қорған болу соның міндеті. Адалдық пен жауапкершілік те дәл солай. Бір ғана заттың артында осынша үлкен тарих болады деп ойламаппын. Мен шынымен оны қоқыс деп лақтырмақ болдым ғой. Ата, бұл қамшыны жай сақтамаған екен. Бұл оның өткен өмірінің бір бөлігі екен. Егер мен де біреуге қорған бола алсам, сол кезде ғана бұл аманатқа лайық боламын. Бүгіннен бастап бәрі басқаша болады. Мен бұл қамшыны міндетті түрде жөндеймін. Жай ғана жөндеу емес, оның тарихын жалғастыру керек. Міне енді сен түсіндің, балам. Аманаттың шын мағынасы осы. Тоқта, мен көмектесейін. Жалғыз өзің қыналма. Рахмет, аға. Мен өзім жинай алмай тұр едім. Мүмкін, аманат дәл осылай жалғасатын шығар. Рахмет, Асан. Қамшының күші соққысында емес, оның арқалаған мағынасында. Енді мен оны ешқашан жайзат деп қарамаймын. Бұл біздің тарихымыз. Аманат сақтау емес. Аманат жалғастыру. Бұл қамшы тек қорғану үшін емес, күнделікті тіршілікте де үлкен көмек болды. Мал баққанда тәртіп болды. Қамшы кейде сөзсіз ақ бәрін түсіндіретін. Бір сәт, бүкіл ойынды өзгерте алады. Қамшы, бұл жай ғана құрал емес, бұл аттың күші, жылдамдықтың кілті және шешімнің сәті. Егер мен сені қуып жетсем, уәдеңді орындайсың ба? Жетсең ғана. Қыз қуу, бұл жай ойын емес. Бұл жүректің жарысы. Енді жеттім. Сен уәдеңді орындадың. Бұл қамшымның арқасында және жүйрік атымның күшімен мен бәріне жетемін. Көрдіңдер ме? Бұл жай ғана қамшы емес. Бұл қазақтың жолы, бұл ат пен адамның арасындағы сенім. Бұрын адамдар осы қамшы арқылы мал айдаған, жол көрсеткен, кейде тіпті бір-бірін түсінген. Бірақ ең бастысы, ол ешқашан жай соғу құралы болмаған. Ол тәртіп, ол жауапкершілік, ол тарихтың бір бөлігі.